жақсы көңіл күйдеріңіз. Рахмет, жүр. Қол соқтырайық, кішкене. Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар? Құдайым, жаным менің. Жақсымыз. Кішкене дауысын көтеріп кішкене. Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар? Қош келдіңіз. Кішкене тоқтап, сәлеметсіздер ме? Қалайсыздар? Қол соғып жіберейік, кішкене поддержка болса. Микрофонда қатты ұстама. Микрофонға тиме. Микрофон осылай тұрады, өзі алады. Келіп қоятын адамдар оны қояды. Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақжай халқым? Ой, қандай қонақжай халықпыз. Тағы рет. Сәлем, тек қана сәлем. Сәлем, достар. Сәлем, достар. Қалай, өзіңе қалай болды, жақсы ма? Так, енді берғай жүреміз, бұрыламыз, берғай жүреміз. Біз тек қана дайындық жұмыстарын көріп жатырмыз, кеттік. Кішкентайларға микрофон достар жіберіңдер. Қайырлы күн, достар. Қайырлы күн, достар. Қайырлы күн. Бәріміз жақсы болды. Сәлем, достар. Сәлем, достар. Кішкене көтеріп айтшы. Сәлем, достар. Сәлем, рахмет. Жүреміз, қол соғып қояйық кішкене. Енді кішкентайлар келсін, кішкентайларға микрофон қарап тұрайық, жігіттер. Армысыздар, құрметті қонақтар. Құдай-ау, не деген дауыс мынау. Жүре, келе. Қайырлы кеш, достар. Құдайым-ау, қайырлы кеш, келе ғой. Жарайды, рахмет. Мында, бер. Ассаламу алейкум, құрметті қонақтар. Уағалейкум, қалайсың, амансыңдар ма? Не хабар? Көтершеш тоқсан тышын. Ассаламу алейкум. Сәлем, жігіттер. Сәлем, жігіттер. Сәлем, жақсымыз. Жақсың ба? Көтершеш кішкене, дауысы көтер кішкене. Сәлем, жігіттер. Рахмет, жүре ғой, берғай бұрылып. Қатты поклон жасауға баспен ғана, жайлап баспен. Сәлем, жігіттер, сәлем, қыздар, сәлем, достар, қайырлы күн. Жігіттер. Қалай болды? Тағы бір қарайық. Саламу алейкум, жігіттер. Қолымызды шығарамыз, қалтамыздан шығарамыз, кішкене дұрыс тұрамыз, тіп-тіке тұршеш, тіп-тіке. Саламу алейкум, жігіттер. Уағалейкум ассалам, қалайсыңдар, не қабар? Кішкене көтершеш. Саламу алейкум, жігіттер. Уағалейкум, қалайсың, братан? Давай, рахмет. Жүр кет. Ассаламу алейкум, алаш елі. Уағалейкум ассалам. Рахмет. Кіші поклон жүргізі. Ассаламу алейкум, жерлестер. Уағалейкум ассалам. Кішкене тағы да бір айтшы. Ассаламу алейкум, жерлестер. Уағалейкум, братан. Давай. Ассаламу алейкум, жерлестер. О, рахмет. Кішкене тағы да дайындаламыз. Сәл-пәл көріп атырмыз. Рахмет. Поклон қатты емес, басымызды сәл ғана иеміз келді. Солдат қияқтан сияқты. Жүгіріп қияқтан сияқты. Жайлап жүреміз, әдемі жүреміз, жігіттер, қыздар. Ассаламу алейкум, құрметті қонақтар. Уағалейкум. Қош келдік. Рахмет. Ассаламу алейкум, қадірменді қонақтар. Кішкене сәл-пәл. Ассаламу алейкум, қадірменді қонақтар. Уағалейкум, не хабар? Не істеп жатсыңдар? Кішкене, күліп кішкене.
Ассалаумағалейкум, қадірменді қонақтар. Уағалейкум, бір серьезный жігіт екен. Рахмет. Кеттік. Жігіттер, қыздар, тез етейік. Телевидение босады ма? Ассалаумағалейкум, құрметті әлеумет. Амансыздар ма, қазақ елі, қазақ жұрты? Аманбыз, бәріміз жақсымыз, сіз сұрасаңыз. Рахмет, жүре қойыңыз, қаттай қайламаңыз. Қорқытты қойған сияқты. Ассалаумағалейкум, Жаңаөзен қаласының тұрғындары. Мерекелеріңіз құтты болсын. Рахмет, әдемі позитив болды. Кішкене бір жүруді үйренейік, Ассалаумағалейкум, халқым менің. Уағалейкум, қайдан келесің? Кім боласың? Сондай болып кетті ғой, кішкене позитив көрсейші. Ассалаумағалейкум, халқым менің. Уағалейкум, ассалам. Сондай жауап бермей кетіп тұрады да, әдемілеп айтшы, кішкене позитив бер. Ассалаумағалейкум, халқым менің. Уағалейкум, төрлет, Рахмет, қол соғамыз. Енді кішкене бәріміз шығып, жандай, осы тұрғанымызда шығайықшы, осы. Гайсын, кішкене музыка берші, бірге шығайық, жоқ. Осы тұрсымызда қалай тұрмыз солай? Жана ана жерде тұрдың ғой сен, Наргиз, қатарында тұршыш, солай, иә. Музыка берші бізге басқа әреба. Билеп. Шахматный порядок сияқты, тез. Обстановканы осылай жасайын. Бәсі, рахмет. Не болды? Орманда адасып жүрген сияқтымыз келді. Қайдан? Мынау, балалар, кішкене сіздерге не болсын деп жатыр. Тез, резко тұрып, музыкаға келіп, ырғақпен жүріп, дұрыс тұру керек, көрдіңдер ма? Четко, анда, мында, тек тез жүгіріп тұрып кету керек. Нумерациямен тұрайықта бірлер қалсын, екілер шығады, екілер артта еткенде бір... Жоқ, жалпы айтып жатырған, ол біліп тұрмын оны. Жалпы айтып тұрмын. Жалпы. Так, кеттік қайтадан. Кеттік, осы үйде кеттік. Алдындағылар, артқа шоқпандар, алдындағылар кетсін. Алдындағыларға жол бершеш. Арттағылар тұр, жүр, алдындағылар жүр. Алдағылар, арттағы қайда баратсын. Алдындағы қатарлар кетсін шеш. Алдағы жоқ, жаңағы тұрған бойларында кете беріңдер шеш, бұлай қарай. Ай, қазақтар. Қазақпыз ғой. Бір әдем музыка берші, Гайсын. Билейтін ба, білмеймін, бір зажигающий. Уже музыканы естігеннен кейін, мысалға, сіздерде уже адам қуана билегісі келіп, беті бәрі өзгереді ғой, сол сияқты. Так, әркім өзінің орында тұрсын, кеттік. Қалай тұрмыз, солай шығамыз, кеттік. Би қайда, би қайда, о. Я. Орындарымыз қайда, неге мына ашып қалып қойды? Мына толтырамыз. Билеп жүр, орындауға жүр, билеп жүр. Мына жерге ашып қалып, мына жерге, бір қайда. Әлдеті жақ. Номерлеріміз түсіп жатыр. Телевидение келді ма? Босады ма? Неше минуттан кейін? Так, осы тұрған жерімізде бізге бір жай музыка берші, Гайсын. Жай музыка берші, Төреғалидың бір әдемі музыкасын естеді, анау. Сені көрейін, қалай айтылады? Әнге арнадым әнім. Ой, әнім. Салдың светін сөндірсеңіз? Так, тыныш тұрамыз. Таптың ба, Төреғалидың? Так, бастарымыз төмен сүреміз, бәріміз. Полный төменге түсіреміз.
денелерімізді бос ұстаймыз, бәрін жібереміз, бос ұстаймыз денелерімізді. Түгел босаймыз, босатамыз. Бүкіл дененің бәрін демалдырып, босатамыз, төмен түсіреміз. Қалай? Әнім қалай? Әнге арнадым әнімді. Бүкіл дененің бәрін босатамыз. Ешкім ойламаймыз. Біз сахнада тұрмыз. Сахна киелі. Сахна текті түсіреміз бастарымызды. Сахна өте киелі. Мына жерде ашық қалған жерлер жабыңдар. Сахна өте киелі. Сахна әрдайымда өнерлі адамдарды сүйеді. Әңгіме, лишний әңгіме. Түсіреміз. Денеміздің бәрін бос жібереміз. Түгел. Біздің ойымыз тек қана бүгін сахнада. Салтанат түсірмасында. Біз сахнада тұрмыз. Киелі сахна өнерлі адамдарды жақсы көреді. Көтер музыка. Шыға қолды қалтадан. Так, жайлап қазір ән басылған кезде басымызды жайлап көтереміз. Мұзарда айтқан сенің көзің, жүрегімді санамда. Сүйген жағын сағындырды әрбір адамға. Қараңдаршы байқай. Әппақ құсым қайдасың деп мұқағали іздеп. Берші мұзға, көтерші. Айдай ару қыз кездесіп қалды мағанда. Сенің көзің түпсіз терең, тұңғиық бар кәдімгі. Жиектейін еріндерін, елжіреткен жанымды. Әсем басымды сөйлеуге, жарасымды жағымыз. Саған артық теңеу таппай, әнге арнадым әнімді. Не деген ән мынау? Не деген сезім? Сезім қайда? Сезім. Құдайым ау, мынау не деген әуен? Не деген сезім? Жаным сенің сұлулығың, ол менің деме. Сенен мен үкібарлап үміттенейін. Сенен сұлу қыз көрмедім, сенен сұлу қыз көрсем. Не деген сезім? Көзімді емес жүрегімді шолып берейін. Сенің көзің түпсіз терең, тұңғиық бар кәдімгі. Сүйенейін еріндерің, елжіреткен жанымды. Әсем басымды сөйлеуге, жарасымды жағымды. Саған артық теңеу таппай, әнге арнадым әнімді. Кетеміз бұла.
Балалар, сезіну, қосоққа, бізге бір кішкене бір веселый музыку дай, пожалуйста, Гайсин, веселый. Как раз келіп жатыр екен, телевидение осы момент түсіріп ала қойыңыз. Движение, осыған, әр өзінше. Не кет, қазір. Пока сөйлемей кетіп жатыр, вступление. Молодежь, кому нормально, молодежь. Mi alma te ama, tú eres la luz de mi primavera, ay, 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 tú no ves, ay mami, tú es mi cielo de luna, mi única fortuna, ay bonito, papito, mi alma te ama, papito, 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 dame tu alma, bonito, papito, mi alma te ama, papito, 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 dame tu alma, chocolate, mami, ay mami, 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 escúchame, mami, mi corazón, las palabras de mi corazón, corazón, tú no ves, no mami, tú eres, ay mami, tú eres mi alma. Рахмет, қол соқпай-ақ, бұл бізге кішкене разминка болған. Бұл жақтан бастап әдемілеп шығып кетейік. Кеттік, рахмет. Кастингімізді бастаймыз. Кастингті сұрайды. Так, залдың светін жағуға болады. Сосын өнер көрсетіп жатқан кезде, конечно, если не трудно, свет сөндіріп қояйықшы. Так, тағы ручка, қағаз болса көре қойыңдаршы. Өзіңе алып, өзіңе. Бармасын деп.
Сыдықов Саят сахнаға шыға беруіңізге болады. Сыдықов Саят. Өзіңіз қазір видео ойыңыз. Аты жөніңіз? Мен Сыдықов Саят Ақылбекұлы, Маңғыстау облыстық медицина колледжінің 2-ші курс студентімін. Аға, қош келдіңіз, рахмет. Өзіңіздің өнеріңізді көрсете беріңіз. Қалқаман Сарин, тәуелсіздік. Еркіндігім, қасиетім, қастерлім. Өзің барда, өзегімді жоқ шермін. Кеше сенің келбетіңді арман қып, бұдауында бұғауландық басқа елдің. Бабалардың басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уай, еркіндік, қош келдің. Өзегімді өрт көраған қоғамда, өз үйіме, өзім өгей болам ба? Алшаң басым шыра алмаса алталаш, азаттығым қадіріңде жоқ онда. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ оданда. Алла берген азаттықтың әр сәті аманат қой, маған саған оғанда. Уай, еркіндік, құның немен өлшенді, сені көксеп боздақтарың өлсөлді. Сенің менің ең ғажайып өлеңім, ең жуақты, ең шырайлы, ең шерлі. Әр таңымды сүйіншілеп тұрайын, Құдай берген ғұмырыңмен өлшеулі. Аға, тағы қандай бар? Саят. Қысқа ән, би, монолог, бір... Көркем сөзге жақын. Пародия деген сияқты. Көркем сөзге жақын. Тек қана көркем сөз. Жарайды, рахмет. Мизамбаев Әділбек, 2-ші номерлі қатысуымызшымыз біздің. Мен Мизамбаев Әділбек, Маңғыстау облыстық медициналық колледжі 2-ші курс студентімін. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың өлеңі «Мен қазақ». Мен қазақ, қазақпын деп мақтанамын, ұранға алаш деген атталамын. Сүйгенім қазақ өмірі, өзім қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын. Алтай ертіс Сырдария есіл жайық, арасын қоныс қылдым ірге жайып, елім, жерім қорғайтын ерім болып, ер жеттім, ен далада лықа тойып. Ертірік ұрпағымын даңқы кеткен, бір кезде Европаны тітренткен. Кірген есік, шыққаны тесік болып, күн батыс, күн шығысқа әмір жеткен. Кешегі хан Шыңғыстың ұрпағына талай цар, талай кнәз тәжім еткен. Мен қазақ, қазақпын деп мақтанамын, ұранға алаш деген атталамын. Сүйгенім қазақ өмірі, өзім қазақ, мен неге қазақтықтан сақтанамын. Менде сол көркем сөз тек. Көбіне көркем сөз. Жарайды, рахмет. Рахмет. Ән айта алатын бір қабілет бар ма? Ән, би? Жарайды, жарайды. Келесі қатыскерімізді шақырайық сахнаға. Иә, өзіміз таныстырып өтейік. Мен Жетібаев Берекет, Маңғыстау облыстық медицинский колледжінде оқимын, 2-ші курс. Аға, рахмет. Бастай беріңіз. Туған ел, мынау байтақ, әсем қалаң өскендер. Туған жер деп топырағымен қайнаған, кіндік қаным тамған мынау менің жер. Елім байтақ, туған тіл деп таныған, қазақ жердің қасиетін сіңіріп бойға алған. Мен ел үшін, жұртым үшін қан төксем, соғыс деп те майдан болып айталам. Елім барда, жерім барда мен қорықпай, елге шауып, қазақ болып намыспен. Ел жұртымның аманатын бәйгеге алып шығар басым тігіп намыспен. Ер жүрекпін, қайсарымын, қазақ елімін. Намысқа түскен жаудан айсар елің. Елімнің сұлу сөздерімен кернектеп тұрға берек жүректерім. Тамаша бір
сөз мәнерімен келгенде, сұлу әсем қазақылы көргенде, қазақ деген батыр елдің намысын адай ұрпақ мен келгенше. Жоқ. Әңгімелер бар. Пародия болса көрейікші. Пародия болғанда, фонограммамен айтып ба? Бұлай әңгімелеу бар, апай әңгімелеу. Иә. Қандай жанрда? Ойдан ба? Анау ел. Ол елге не болып жатыр? Қазіргі жастарымыздың әртүрлі саулықпен бағытталып бара жатқаны ма? Не болды? Соқырлықпен танытқаны ма? Көзі ашық, көкірегі ояу деген жастарымыздың теріс ағымға еріп кеткені ме? Жоқ. Қазіргі жастарымызға қуанышпен қараймыз. Жаман әдеттен арылып жүрді. Бірақ та теріс жолдың жаман жағына қарай бет бұрып, қазақ елін, дәстүрін сыртқа шығарып ысырып, сырттан келген жаулардың іштің діни ахуалдығын әсер еткені ме? Жоқ. Бұны қалай тоқтатамыз? Елдің тыныштығын күзетудің орнына оларымыз тыныштығын берекесін қашырып жатыр. Ойдан алатын болсақ, мынау Алматы, Ақтөбеде болып жатқан әртүрлі апаттық жағдайлар адамның қолынан мешіттерді, жан-жақтың бәрін жарып, жихад деп, Алла жолында деп соғысып кетіп жатқандар. Соның бәрін. Рахмет. Үлкен рахмет. Номеріміз түсіп кетті, ала қойыңыз. Рахмет. 4-ші номерлі қатысушымыз біздің көзім көрмей Наргизия. Мен Азамат қызы Наргиза, Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласы, технар колледжінен келіп тұрмын. Монолог. Ей, мына жер неге тас түнек? Кім бар мұнда? Ештеңені түсіне алар емеспін. Құдай-ау, мына жер неге сонша суық екен? Кім бар өзі? Ей, тіл қатсаңдаршы. Неге ешкім үндемейді? Мына жатқан кім? Кім болды екен? Менің анам киімдерін киіп алыпты ғой. Жоқ. Бұл менің анам ғой. Анашым, не болған сізге? Бірдеңе десеңші. Неге үндемейсіз? Көзіңізді ашыңызшы. Естисіз бе мені, анашым? Танып тұрсыз ба? Мен ғой қызыңыз, Самалмын. Оянсаңшы, анашым. Мынау әкем бе? Әке таяу, не болған бәріңе? Неге үндемей жатсыңдар? Аштаңдаршы көздеріңді. Құдай-ау, бұл не өзі? Әкешім, анашым, айтыңдаршы маған, ояныңдаршы. Қорытпаңдаршы мені, өтінем. Әкетайым. Жамал, сіңлім-ау, саған не болған? Сен... Мұны қан қойсы қойма. Бұл жерде қырғын болған ба сонда? Кім деген сендерге? Айтаңдаршы біреуін. Жалынамын. Ал Серік қайда? Серігінім-ау, алтыным-ау, не болған, сен амансың ба? Бірдеңе десеңші, оянсаңшы. Тұра қойшы, бауырым. Қорқамын мен. Ана, әке, сендер неге ғайып болып жатсыздар? Жаман сіңлім, кетпеші, тоқташы. Серік мені жалғыз тастамаңдаршы, тоқтай тұрыңдаршы. Түсінбекем. Рахмет. Басқа пародия, ән, би. Аздап қана апай. Көрейік ішкен, көрейік. Апай, қазір өзіңіз көрсетпесеңіз, салып көрсем. Ән бар ма?
кез келген. Жарайды, рахмет. Біз бәрін соңында айтатын боламыз. Рахмет. Келесі біздің талапкерімізді ортаға шақырайық. Номер 5-ші қатысушымыз шақырайық. Мен Шекешбаева Умекен, Жаңаөзен мұнай және газ колледжінің студенті Фариза Оңғарсынованың жетімнің монологын оқимын. Адамдар, қаталсыңдар, қаталдықтан әлі-ағзар татарсыңдар. Жалғыздықтан зарығып ашынғанда мен сендерді асылдар дебем. Шашымнан сипайдау дегем. Жоқ, тас екен жүректеріңде. Өздерің оны көлгірсіп жасырған менен. Мейірімге сараңсыңдар. Түпі содан жазымда тапарсыңдар. Бір жылы көз қарастарыңа зарыққанымда, соның өзі бақыт қой қамыққан ұлға. Мейірім аңсап, жүрегім қансырап тұрған зұлымдықтарыңмен қамшылаптыңнан. Келес, шыға беріңдер. Келес. Бақытқалиева Мөлдір, номер 2-ші орта мектептің 5-ші А сынып оқушысы Фариза Оңғарсынова. О, туған жер. О, туған жер, кең пейіл құшағың кең. Саған көңіл бұлқынар күш ағымен. Сағынышымды қанат қып саған қарай. Балапандай талпынып ұшамын мен. Алақаны анамның топырағы. Сендік махаббатымның оты жағын. Сені қалай сүюдің керектігін мен ешқандай кітаптан оқымадым. Сенде таста қастелі аспандау, сенде жанды тербетер дастан барау. Менің мына өмірге құштарлығым сені жақсы көруден басталған-ау. Кешірмесең, жат қылықпен жанымды жараласам, бар сырымды бүкпесіз саған ашам. Мен ел kesіп кетем отансыздай, үмітіңді ақтауға жанамасам. Фариза Оңғарсынова, сандуғаш. Кеудеме сандуғаш көз тіреді. Шақырды мені мәңгі күн еліне. Әуені тыншытпайды, әлден жұғыз. Ұясын салды мекен жүрегіне. Бар досым, бұлай қалып бар құрдасым. Сола мен басып алды жан мұңдасым. Өнімде, түсімде де көкірегінен. Қанатын қағатындай талдырмашы. Самға енді жүректерге сандуғашым. Тебіреттен балын әнге бар жылдасым. Бақыттан бас кештірген балаңының, тербетсін отанымның тау жылғасы. Ұшырдың бапта бұядан, кетпейсең ойдан қиядан. Арманға биік қол созсам, тұрасың демеп жиялдан. Көңілім бүгін алаңда, күттің бе әке балаңда. Шаттық пен жарқын тойына, сыйлаймын сазды бұлыңды. Нұршайық қызы Лейла, 8-ші орта мектептің 3А сынып оқушысы. Мұқағали Мақатаев, жетім қыздың монологы. Ақ кимешек көрінсе, сен менің. Жетім қыздың монологы. Балалар үйінің терезінен үнем сыртқа қараймда отырам. Сол сырттан әлдекімді күтем. Әлдекім деген мама, ол сенсің. Үнем орындығымда осында әкелем деп сені күтіп отырам. Мам, мен сені сондай қатты сағындым.
Ал кейде түсімде шашы ұзын әйелдің сұлбасын көрем. Оны өзімнің анам мекендеп, артынан жүре бергенде сұлба ғайып болады. Кейін оның жай ғана түс екенін біліп жылап талам. Мам, кеше мен тәрбиеші апай ұрды. Жоқ, ештеңе істегенім жоқ. Тек жай ғана дәл осы жерде сені күтіп отырғам. Кенет сырттан 100 жылы әйел бейнесін көріп, оны өзімнің анам мекендеп, мені алып кетуге келді деп, менің осы жерде отырғанымды қаламады ғой деп, мама, мен мұндамын, мама деп айғайлай бергенде терезе алдындағы жерге құлап қалды. Тәрбиеші апай көріп қоймасыншы деп тез жинай бастағанда тәрбиеші апай келіп қалды да ұра жөнелді. Апай, кешіріңізші, байқамай қалдым дегеніне қарамастан ұра берді. Сол апайдың не деген білесіз бе? Ей жетімек, сен әке-шешеңе керек болмағаны маған қайдан ғана келесің дейді, ұра берді. Сол апайдың ұрғаны мына жерім көгеріп ауырып барады. Мама, мен мына жетімдер үйінен қатты қиналып кеттім. Келсе мені алып кетші, уәде беріп, бұзық болмаймын. Мама, адам емес, хайуан да өз баласын қорғаштай емес пе? Сен хайуан емес, адамсың ғой, мама. Сен менің анамсың ғой, мама. О, тәңірім, кішкентай бала жүрегіме шалынып сұраймын. Менің анашыма теңде болса да мейірім шуағы төгші. Сөйтінде менің мына тарқабастан құтқарсыншы. Осы тілегімді қабыл алшы. Мама, мен мұндамын. Мама. Неше шығарма орындады? Сен менің тағы үшеу деп атыр едің ғой жаңа. Үшеу шығарма дайды айта аламыз. Сен менің жанарымның ішіндесің. Жанардың білесің ғой, кішірмесін. Ішіне жанарымның сақтай мені, біреулер көлеңкесін түсірмесін. Сен менің мына тылсым кеудемдесің. Білесің, кеудем ешкім тең келмесін. Кеудеңе зынданыңа салып сақта, біреулер көкпар қылып өңгермесін. Сен менің тілімдесің, үнімдесің. Білесің ғой, тілімнің білінбесін. Сен мені үніңе қос тіліңе тұт, үнім үшкірді тілінбесін. Сен менің мына алып басымдасың. Білесің, басымды ешкім басынбасын. Сен мені өз басыңмен бірге қорға, біреулер зұлымдығын асырмасын. Сен менің миымдасың. Білесің, миым жұртқа бұйырмасын. Миыңның бір жеріне жасыр мені, қиылсын, өмір солай қиылғасын. Ақ кимешек көрінсен. Әже, сен бірге жүрсің. Әже, сен бірге жүрсің меніменен. Өліге мен өзімді телмегем. Ақ кимешек деген бір кемпір көрсем, ақ кимешек астынан сені көрем. Өңі, түсі өзіне бір алмайды. Немересін етпесін жүр алмайды. Таныс дауыс, таныс сөз, таныс мәсі, көзіме оттай басып алаулайды. Аппақтығы, ұқсайды әлінің де, әжіміз де ауылмайды тәлімі де. Әлемдегі әженің бәрі білме, әже, сен тірек едің әл күнде. Қиөтпейді, ұқсайды ізеті де, ізетізді бұлар да күзету де. Бұлар да бабасынан алып қалған, өз жұртын дәстүрінен күзету де. Әже, сен бірге жүрсің меніменен. Өлге мен өзімді телмегем. Ақ кимешек көрінсе сені көрем. Ақ кимешек жоқ болса мені көрем. Ләйла, рахмет. Анау жақтан келіп залға мен қасыма келе ғой қазір. Анау алып кеткен жеңгеңе телефон соғайын, сен алып кетсін жаңағы, маған тапсырған солай. Ары қарай жалғастырамыз. 8-ші номерлі қатысушыны шақырайық ортаға, өнерпазымызды. Мен Боранова Мақпал, 9-шы сынып оқушысымын. Мұқағали Мақатаевтың «Мен сені сағынғанда» деген өлеңін оқып берем. Өнерім өлең оқу. Мен сені сағынғанда, мен сені сағынғанда, қарамай, жауындарға, дауылдарға, қарсы қарап жүземін ағындарға. Кеудемде қимылдаған жаным барда, мен сені сағынғанда, бір минутта хақым жоқ дамылдарға.
мен сені қызғанамын. Қызғаныштан мұз шайнап тұз жаладым. Шаңқылдап алдымнан шығана қыран, алыстан келет шып мұз балағым. Тәкапарек өрлікке бола туған, жет тездетіп дауыл тұрғыз қанатымнан. Сен мендік, мен сендікпін ана қыран, қыранбыз қырандардан жаратылған. Сағыныштың сағымын жамылғанда, қарамай, қара нөсер қағынғанға, саған ұшам, қалмайды сабыр шамда. Мен сені сағынғанда, сағынғанда. Бәрекелді. Тағы бір пародия бар ма? Пародия жоқ, өлең оқып берген ба? Ән бар ма? 4 жұмақ болса да, қайырмасы болса да. Ән айта алайын. Онда бұлай болсыншы, бір кішкене тапсырма берейін. Сен бір көптен ала алмай жүрген дүниеңді саған мамаң алып берді. Сен қазіргі таңда бір сондай өзіңде бір нәрсе алып берсе екен деген, сенде бір сондай бар ма осындай бір нәрсе алғың келіп жүр ма? Бар ғой? Енді соны саған бүгін кешке үйге барғанда шешең әкеліп қойды. Сен сондағы көрген эмоцияңды көрсете аласың ба? Мен кішкене реплика берейін. Мақпал қызым, жаным келдің ба? Ой, абай. Сені көптен армандап жүрген, нең бар еді, айтшы, соны алып келдім саған. Мама, рас па? Әкелді расыл затты. Мама, рахмет саған, мама. Мама тайым менің. Көп рахмет сізге, мама. Сіз әлемдегі 8-ші кереметсіз ғой, мама. Рахмет сізге. Ой, жаным, барып затыңды ала ғой. Ана, төрдегі бөлменің терезесінің оң жағына әдемі орақ қойды. Рас па, мама? Рахмет, анашым. Бәрекелді. Рахмет. Рахмет. Келесі сайыскерімізді қарсы алайық. Ақтау гуманитарлық колледжінің педагогика колледжінде оқитын 3-ші курс студенті. Нұртанова Майра. Жұлдыздарға ашық қыз. Әндерімнің іздеп жүріп жаңасын, елден бұрын, менен бұрын тоясың. Байқап жүрмін соңғы кезде сүйкімдім, әншілерге әуес болып барасың. Саған солар әнмен сәлем жолдайды, тентегім-ау доғарсаң шуындайды. Қай қазақтың баласы да сен үшін Ботабаев, Сәндібектей болмайды. Тым сүйкімді деп айтатын төрешің, өзге жанға қадап қойған жебесін. Бол жанымда деп айтасың әсем ән, сен бәрібір маған қарай келесің. Асып түсем ән салсам да пәтейді, айтшы солар мына маған татима. Жүрдек пойыз мініп жүрген серікте, сүйгеніне салды кеше Сақина. Сізге рахмет. Енді бізге бір әдемі тілек айтыңызшы. Бүгін мұнайшы мәдениет үйінде мереке болып жатыр. Жақын арада көктем аналардың мерекесі келе жатыр. Соған бізді құттықтаңызшы. Ал құрметті өнер қауымының бүгінгі ертеден еңбек сіңіріп келе жатырған жұмыстың ұжымдастары, мен де осында жұмыс жасаймын негізінде. Сіздерді осы алдағы келе жатқан 8 наурыз мерекесімен құттықтаймын. Жанұяларыңызға терең денсаулық, мол бақыт, жанұяда бақыт, жұбайларыңыздың, жан жолдастарыңыздың, бәріңіздің дендеріңіз сау, өмірлеріңіз ұзақ бол. Осы мекемеде әрдайым жақсылықпен терең қызмет етіп, өмір бақи алдарыңызда жүре беріңіздер. Бәрекелді, өлең жолдары бар ма? Бір осыған қоса кететін. Кішкене позитивпен, көңіл күймен айтыңызшы. Бізді қуантыңызшы тағы да. Өзіңмен арыстым, бойымда таң астым,
рахмет, рахмет. Енді тағы бір тапсырма. Сізде көптен ойлап жүрген, сізге бір үй алды делік. Сізге біздің қалалық әкімшіліктен 3 бөлме үйдің кілтін берді сізге. Сіздің сол кездегі қуанышыңызды біз көре алармыз ба? Көрейікші. Мен дейтін осы жалғанда өмірімде, өмір жолдарында қалай болса да, өмірден тайсам да, ешқандай адамның алдында, болашақта, өмірде, тағдырда ешқашан таймауымды сұраймын. Сол себепті осы қала әкімшілігіне осы беріп жатқан жақсылықтарына өте рахмет. Алла сыйласын, болашақта осындай беріп жатқан бала-шағамның қызығын көруі әрдайым. Рахмет. Қала әкіміне рахметімді айтамын. Майра.